Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін пісіруді қажет етпейтін үй жағдайындағы чизкейкті дайындаймыз. Оған керекті қоспаларды видео астында жазып көрсетемін. Ең алдымен желатинді алып, оған салқын су құйып, жақсылап араластырып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Және печеньелерімізді алып, пакетімізге салып, оны жақсылап жайып, оқтауымызбен ысқылаймыз. Бұған ескере кететін жайт, пакетіміздің қатты болуын мұқият қадағалаңыздар. Егер пакетіңіз жұмсақ болса, печеньелердің түйіршіктері пакетті жыртып, печеньелеріңіздің төгіліп кетуі әбден мүмкін. Печеньенің толық езілуін қадағалаңыздар. Арасына түйіршіктердің қалып қоймауы керек. Егер түйіршіктер қалып қоятын болса, оны ортаға жиып, жақсылап оқтаумен ысқылап шыққаныңыз дұрыс. Печенье біркелкі болып езілгеннен кейін оған арнайы алдын ала ертіп қойған сармайымызды араластырып, жақсылап біркелкі араластырамыз. Дайын болған печеньелерімізді арнайы формаға салып, қолдың көмегімен, болмаса өзіңіздің арнайы құралдарыңыз болса сонымен, болмаса дәл осылай лопатканың көмегімен толықтай жайып шығыңыздар. Бұны бөлме температурасында қойып, жаңағы желатинімізді осылай ыстық су моншасына қойып қоямыз. Оны жақсылап қасықпен араластырып, су болып езілгенше осылай былғап тұрамыз. Міне осылай желатиніміз су болып араласқаннан кейін, одан кейін чизкейктің начинкасын дайындаймыз. Оған ең әуелі сұйықтау, қатты сұйықта емес, қатты қоюда емес, қаймақты сайлап аламыз. Және оған құрғақ творогымызды қосамыз. Және оған вареный сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Су моншасында еріген желатинімізді дайын болған начинкамызға құйып, қайтадан біркелкі араластырамыз. Ұзақ емес, кем дегенде 1 минут араластырғанымыз жөн. Дайын болған начинкамызды печеньеміздің үстіне құямыз. Міне біздің чизкейкіміз дайын болды. Дәмі өте дәмді, жұп-жұмсақ, үлпілдек.